Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Тұрсынай. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді картопты чебурекейдің рецептімен бөлісетін боламын. Рецепті асықпай түсіндіретін боламын, сондықтан да өткізбей рецепті соңына дейін қараңыздар. Рецепт ұнап жатса, міндетті түрде каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Қайнап тұрған ыстық суға міндетті түрде ыстық су болу керек. Тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз да, осы ыстық суымызды алдын ала ереуіштен өткен дайындап алған ұнымыздың үстіне қосып, алдымен қасықпен араластырамыз. Су өте ыстық болғандықтан алдымен қасықпен араластырып алып, содан соң қолымызбен қамыр илейміз. Қамырды 2-3 минут шамасында жақсылап илеп алып, дайын болған қамырымызды салафанға салып 20 минутқа тындырып қоямыз. Суға пісіріп алған картопымыздың үстіне тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және бөлме температурасында еріген сары майды қосып, ұсақтап туралған аскөбімізді салып, барлығын жақсылап езіп аламыз. Біздің чебурекейдің арасына салатын салмамыз осымен дайын болады. Қамырымыз біраз уақыт тұрған соң, қайтадан 2-3 минут жақсылап июін қандырып, илеп, тағы да бір 5 минутқа салафанға салып қоямыз. Сол кезде біздің қамырымыз керемет болып тұрады. Біздің қамырымыз арада 5 минут өткен соң, кейін қамырымызды теңдей етіп 3 бөлікке бөліп саламыз да, әрбір бөлінген қамырымызды ұзынша етіп созып, бөлшектерге бөліп дайындап аламыз. Әрбір бөлінген қамырды осылай дөңгелек көшелерге формасына келтіріп дайындап қоямыз. Ендігі кезекте қамырымызды алып, жұқалап жайып аламыз. Қамырға аз ғана ұн сеуіп, оқтаумен жұп-жұқа қылып жайып аламыз. Қамырды жайған соң, ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Қамырды жаю барысында көріп тұрғандарыңыздай, қамыр қатты қолға да, оқтауға да жабыспайтындай қамыр емес, өзі осылай жайылады. Жұқалап жайып аламыз. Қамырдың бетіне салмасын салып, екінші жақ бетімен осы салманың үстін жауып, қамырды шет-шетімен жақсылап қолымызбен басып жабыстырып шығамыз. Және әдемілік үшін шаншқымен немесе ирек пышақпен жай ғана әсемдеп алсаңыздар болады. Мінекей біздің чебуректеріміз дайын. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да көрсетейін, жақсылап қарап алыңыздар. Құрметті менің көрермендерім, егер де менің каналыма жаңадан келген оқырман болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Өйткені менің каналымда бір жасағаннан шығатын өте керемет дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қосып қойсаңыздар екен. Чебуректерімізді дайындап алған соң, табамызды май құйып қыздырып аламыз. Өйткені біздің майымыз қызып тұру болу керек. Біздің чебуректерімізді салғанда, біздің чебурекейіміз көтеріліп, томпиып, әдемі болып шығады. Сіздер де осылай өз отбасыларыңызды қуантып жасап көріңіздер. Міндетті түрде сіздерде де шығатын болады. Себебі жасалу жолы оп-оңай, бір жасағаннан шығады. Біздің табамыз қызғаннан кейін чебуректерімізді майға салып, екі жағынан қызартып, қуырып аламыз. Және де қуыру барысында осылай чебуректің үстіне майды құйып отырып пісіретін болсаңыздар, чебуректеріңіз томпиып, әдемі болып, керемет болып пісетін болады. Осылай жасап көріңіздер, сіздердің балаларыңыз сүйіп жейтін болады. Қасықпен осылай майды құйып пісіріп аламыз. Біздің чебурекейіміз өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.
Шүберекелеріміз бір жағы қуырылған соң екінші бетіне аударып, екі бетінде қызартып, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Оттың асты міндетті түрде орташа отта болу керек. Егер қатты отқа қойсаңыздар, шүберектеріміз бірден пісіп, арасы дұрыс піспей қалатын болады. Шүберекелеріңізді пісіріп алған соң, міндетті түрде қағаз майлыққа қоюды ұмытпаңыздар. Өйткені қағаз майлық шүберекелердің артық майларын сіңіріп, шүберектеріңіз қатты май болмай, өте керемет болып тұрады. Мінекей қараңыздар, достар, біздің шүберекейіміз өте дәмді және жасау жолы оңай. Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дымлама тағамын жасаудағы өз нұсқаммен бөлісетін боламын. Міндетті түрде сіздерге осы тағамды жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, ерекше, оңай жасалатын тағамдардың бірі. Видеомды соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі тағамдарымызға қажетті заттарды дайындап аламыз. Барлық заттардың мөлшерін, құрамын видеоның астына жазып кететін боламын. Бізге керекті заттар: картоп, сәбіз, болгар бұрышы, қызанақ, укроп, лавр жапырағы, чеснок, ет, орам жапырақ және дәмдеуіштерден тұз, қара бұрыш, паприка қажет болады. Барлық көкөністерді видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Ең әуелі біз дәмдеуіштерді дайындап аламыз. 2 қасық тұз, бұрыш, паприка және дәмдеуіштердің барлығын салып, қасықпен араластырып аламыз. Мендегі сиыр еті, қой еті немесе жылқы етінде қолдансаңыз болады. Ең әуелі қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін құйрық майымызды салып, шыжғыртып, одан соң етімізді саламыз. Жақсылап араластырып, бұқтырып аламыз. Етіміз жақсылап қуырылып, қызарып піскеннен кейін үстінен сақина тәріздес кесілген пияз бен сәбізімізді салып шығамыз. Оның үстінен тұз бен дәмдеуіштерімізді салып, картоптарымызды салып, үстінен дәмдеуіштерімізді сеуіп, және болгар бұрыштарымызды салып шығамыз. Енді үстінен қырқабаттарды қойып шығамыз. Қырқабаттың сыртқы бөлігін дымламаның бетін жабып алып қалдым. Ішкі бөліктерін бірінші бөліктерге салып, үстінен дәмдеуіштерді сеуіп шығамыз. Және қызанағымызды осылай әдемі етіп, жайып орналастырып шығамыз. Және үстінен сарымсақтарды салып жіберсеңіздер болады. Және лавр жапырақтарында да қоссаңыздар болады. Дымламаның дәмі өте ерекше, дәмді болып шығады. Енді осылай қырыққабаттың сырттарын дымламаның үстін жауып шығамыз. Ашық жерлерін қалдырмай, барлық жеріне осылай қырыққабатты жапырақтарын жауып, қазанның бетін жауып, 1,5 сағатта пісіріп шығамыз. Шамамен 1,5 сағатта біздің дымламамыз өзінің сөлінде ешқандай су қоспаймыз. Көкөністермен жақсы болып пісіп шықты. Дымламаны 1,5 сағат көлемінде бұқтырып пісіріп алғаннан кейін ыдысымызға әдемі етіп орналастырамыз. Осылай орам жапырақтарын астына жіберіп, үстіне көкөністер мен етімізді саламыз. Және достар, қазақша контентті қолдап, видеом ұнап жатса, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Барлығыңызға сәлем, достар. Сіздермен Тұрсынай. Бүгін сіздерге бірінші алғаш рет дайындағаннан мінсіз болып шығатын сметанник пирогының рецептісін ұсынамын. Шын мәнісінде бірінші жасағаннан керемет болып піседі. Міндетті түрде жасаңыздар.
Мен айтқан барлық құпияларды жасасаңыздар, сіздерде міндетті түрде шығады. Пирог өте керемет дәмді. Қонақтар келгенде осы пирогты жасап беретін болсаңыздар, барлық қонақтар разы болып көңілдеріне шығатыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Қамырын дайындау үшін бізге сармай, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш және қант қажет. Барлық ингредиенттерді видеоның астына жазып қоямын. Ыдысымызға електен ұн мен ұнымызды өткізіп аламыз. Және үстіне қант саламыз. Қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Енді бөлме температурасындағы еріген сармайымызды салып қолымызбен үгітеміз. Бізде песочный қамыр шығу керек, орысша айтқанда крошки болуы қажет. Видеода көрсетілгендей қолдарыңызбен осылай жасасаңыздар, сіздерде тезірек осындай песочный жұмсақ қамыр шығады. Одан соң бір жұмыртқаны саламыз. Одан соң дайын қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Пищевой пленкамен немесе целлофанмен қамырды қаптауды ұмытпаңыздар. Ал енді біз салмасын дайындаймыз. Қаймақты жасалатын салма ең маңызды ингредиент. Бізде қаймақ, қант және жұмыртқа қажет. Ең алдымен ыдысқа қаймақты саламыз. Міндетті түрде қаймақ 20%-ық қаймақты біз дүкеннің 20%-ық қаймағын пайдаланамыз. Араластырып қантымызды саламыз. Енді жұмыртқаның сарыуызын бір-бірден араластырып салып тұрамыз. Енді венчиктің көмегімен осылай жайлап араластырамыз. Ұзақ араластыруға болмайды. Шамамен 10 минуттай араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды. Форма болмаса, қарапайым кольцоны пайдалана берсеңіз болады. Менде қамыр 30 минуттай тоңазытқышта тұрды. Енді оны алып, жаңағы жарты бөлігін астына салып, осылай формасын жасаймыз. Одан соң қалған бөлігін жандарын және бортигиді жасаймыз. Астыңғы бөлігін жасап болдық. Енді жандарын жасаймыз. Видеода көрсетілгенде жасасаңыз, барлығы да өте оңай әрі тез дайындалады. Мен қамырды ұсақ бөліктерге бөліп, форманы жандарына жабыстырып шықтым, формасын келтіріп. Әркім өз қалауынша жасауға да болады. Мысалы, қамырды илеп алып, үстіне жайып, сразу келтіріп алуға болады формасына қарай. Маған осылай ыңғайлы болғасын, мен осылай жасап жатырмын. Енді шанышқымен қамырымыздың үстінен басып шығамыз. Тесіп. Енді қаймақтан жасалған салмамызды қамырымызға құямыз. Пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып қойдым. Қызып тұрған пеште
30-35 минуттай пісіріп аламыз. Енді лопаткамен, силиконы лопаткамен енді жандарын бортикеді басып шығамыз. Сонда формасы піскен кезде әдемі болып шығады. Пирог піскен кезде кішкене беті сарғаяды. Осындай болып шығады. Пирогты тек қана толықтай суығаннан кейін шығарамыз. Менде осындай виноградтың құттай түрлері бар. Соны кукурузный крахмалмен араластырып, сметаник салмасының үстіне салып шықтым әдемілеп. Піскен кезде әдемі болып піседі. Және де кескенде, разрез жасағанда арасы күшті болып әдемі болып тұрады, қып-қызыл болып. Менде пирогтың суына толықтай 2 сағаттай кетті. Енді жандарым босатып, осы формадан шығарып жатырмын. Егер ыссы күйінде формадан босататын болсаңыз, я болмаса кесетін болсаңыз, салмасы қатпай ағып кетуі мүмкін. Тек қана толықтай бөлме температурасында суығаннан кейін ғана кесесіздер. Сол кезде осындай әп-әдемі болып шығады. Я болмаса пирогты формадан босатқаннан кейін холодильникке салып қойсаңыздар болады. Салқын күйінде жесеңіздер өте дәмді болады. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Тұрсынай. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді қатпарлы круассандарды дайындап көрсетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл рецепт өте сәтті шығатын рецепт, алғаш жасағаннан керемет болып шығады. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтімізді құйып, оның үстіне жылы суымызды құямыз. Оның үстіне қант пен тұзымызды салып, 2 ас қасықтай сұйық майымызды құямыз. 1 жұмыртқамызды салып, үстіне құрғақ ашытқымызды саламыз. Енді венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз барлығын. Енді оның үстіне еліктен өткізіп, ұнымызды саламыз. Сол кезде біздің круассан жақсы көтерілетін болады. Мен негізі ингредиенттердің барлығын видеоның астына жазып қойдым. Ұнды мен 700 граммдай қостым. Сіздер көз мөлшерімен өздеріңіз салсаңыздар болады. Сол кезде жақсы көтерілетін болады. Ұнымыздың барлығын електен өткізіп алған соң, венчиктің көмегімен жақсылап толыққанды араластырып аламыз. Енді араластырып болған соң, қолымызбен басып ысып шығамыз. Қажет болса, үстіне ұн салып бастаңыздар болады. Мінеки қамырымыз жұмсақ болды. Енді оның үстіне пищевой пленка жабамыз. Жарты сағатқа көтеруге қойып қоямыз. Мінеки біздің қамырымыз жақсы көтеріліп шықты. Енді кезекте біз қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп жаятын боламыз. Қамырымызды осылай 2-ге бөліп аламыз. Және қамырымызды осылай бөліктерге бөліп, дөңгелектеп доңғалақ форма жасаймыз. Енді қамырымызды бір-бірден алып, үшқа қылып жайып аламыз. Шамамен қалыңдығы 3 мм-дей болуы керек. Дөңгелек қылып жайып алғаннан кейін, әрқайсына бөлме температурасында сармаймызды жағамыз ортасына. Осылай силиконды күрекшемен жақсаңыздар ыңғайлы болады. Егер де ондай болмаса, қасықпен де жауға да болады. Мен көз мөлшерімен саламын осылай. Мінеки, біз барлық күлшелерді жайып, ортасына сармай жағып шықтық. Мынау соңғы күлше. Оған үстіне 1 қасықтай сармаймызды жағып, тестіміздің үстіне пищевой пленка жауып қоямыз. Мен қамырды жарты сағатқа қойып қойдым. Бетіне пищевой пленка жауып. Біздің қамырымыз сәл де болса көтерілу керек.
Қамырымызды көтергеннен кейін бетінен пищевой пленканы алып тастап, бетіне ұн сеуіп, оқтаумен шайып шығамыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурада болу керек. Егер де ерітетін болсаңыздар, жан-жағына сары май шығып кететін болады. Мінекей, осындай қалыңдықта жайып шықтым қамырымызды. Енді бұны круассанға арнап үш бұрыштап кесеміз. Видеода көрсетілгенде қылып кессеңіздер, өте әдемі болып шығады. Мен ортасына варенка салып пісіремін. Енді осыны видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Қазір оның барлығын орап, противеньге орналастырамыз. Мінекей, круассандарымыз әдемілеп орап болдық. Круассандарымыз өте әдемі, үлкейіп, қызарып, қытырлап күшті болып шығады. Ол үшін біз бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Барлығын жап шығамыз. Мінекей, қараңыздар, круассандарымыз өте әдемі болып, қызарып, көтеріліп, қытырлап шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ортасы толықтай пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәлем. Біз бүгін банафи пирогын дайындайтын боламыз. Ең алдымен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі дәмді тағамдармен бөлісетін боламын. Ең алдымен бөлме температурада жылған сары майымыздың үстіне сахна пудрамызды салып, лопатканың көмегімен барлығын толыққанды араластырамыз. Және осының үстіне 2 жұмыртқа саламыз. Жұмыртқаның сарыуызын, яғни ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Және барлығын ерігенше араластырамыз. Келесі этапта ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне разрыхлитель салып, массамыздың үстіне саламыз. Қолымызбен қамыр елейтін боламыз. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Қамырларыңыз қолдарыңызға жабысып тұруы мүмкін. Себебі пісіру уақытында сіздердің пирогтарыңыз қатты болып қалады. Сондықтан сәл қолға жабысқақ болса, ештеңе етпейді. Содан соң қамырымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырларыңыз үгілмелі жұмсақ болады. Және қолмен жұмыс жасаған кезде ыңғайлы болады. Жарты сағаттан кейін табамызды майлаймыз. Менде 26 сантиметрлік форма бар. Қамырымызды формаға салып, артық жерлерін алып тастаймыз. Енді формаға салғаннан кейін шанышқының көмегімен барлық жағын көтеріп кетпеу үшін тесіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Пісіргеннен кейін міндетті түрде суытып аламыз. Келесі бізге крем жасау үшін бізге творожный сыр, сливки және сахарная пудра үшеуін миксерлейміз. Кремімізді дайындап аламыз. Творожный сыр мен сливки міндетті түрде салқын болуы қажет. Сол кезде сіздің креміңіз жақсы толыққанды қою крем шығатын болады. Енді бізге варенка керек болады. Варенканың жақсысын, сапалысын пайдаланыңыздар. Менде осындай 3 желаниянікі дәптікі де болады. Енді дайын суыған пирогымыздың үстіне шамамен 4 қасықтай варенканы жағып шығамыз. Жаққан кезде байқаңыздар, тесталарыңыз сынып кетуі мүмкін. Қатты күшпен салып жақпаймыз. Енді банандарды ретромен орналастырып шығамыз. Кремімізді барлығын бетіне жағып шығамыз. Және тоңазытқышқа 3-4 сағатқа салып қоямыз. Мінекей, пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Назарларыңызға баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге езілмейтін, осылай дара-дара әдемі болып пісетін тефтелейтін жасау жолымен бөлісемін. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін ең бірінші каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге пияз қажет болады. Бір дана пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Және де сәбізімізді осылай теркіден өткізіп аламыз.
Бізге 4 дана картоп қажет болады. Картопымызды осылай пышақпен турап шығамыз көбіктеп. Егер де сіздерде ирек пышақтарыңыз болса, сол ирек пышақпен де кессеңіздер болады. Сонда тамақтарыңыз өте әдемі көрінеді. Мен бір дана қызанақ қостым. Қызанағымызды көбіктеп әдемілеп турап шығамыз. Және де болгар бұрышын қостым. Көкөністерімізді осылай әдемілеп турап алдық. Енді қазанымызды газға қойып, сұйық майымызды құйып, қызып тұрған майға пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Содан соң қызанағымыз бен болгар бұрышын салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз 2-3 минут шамасында. Содан соң 2 ас қасық томат басысын саламыз. Тағы да жақсылап қуырып аламыз. Екі-үш минут шамасында тағы да араластырып тұрамыз қасықпен. Енді картопымызды саламыз. Картопымызды көбіктеп турап алдық. Әдемілеп салып шығамыз қазанымызға. Картопымызды салып болғаннан кейін дәміне қарай тұз саламыз. 2 қасықтай тұз салып қасықпен араластырып шығамыз. Тағы да жақсылап араластырғаннан кейін бетін жауып қойып қоямыз. Біз оған дейін тефтели жасауға кірісеміз. 1 дана пияз қажет болады. Пиязды мен блендерден өткізіп алдым. Және татымына қарай тұз, бұрыш, қалауынша дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Мен аскөкті де қостым. Сіздер өз қалауынша қоспасаңыздар болады. Және жуылған күрішімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз қолымызбен. Тефтелейдің массасын бір шетке қойып қоямыз. Біздің картошкамыз жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне салқын су құямыз. 2 кружкадай салқын су құйдым мен. Бетін жауып, тағы да қайнатамыз. Енді тефтели жасауға кірісеміз. Қолымыздың көмегімен осылай домалақтап, шари пішінді жасап шығамыз барлығын ыдысымызға салып. Тефтелейді осылай дайындап алдық. Қақпағын ашып, біздің сорпамыз қайнады. Енді дайын болған тефтелейлерімізді сорпамызға салып шығамыз. Қазанымыздың астын, яғни отты қатты етіп қосып көтеріп қоямыз. Біздің тефтелейіміз бір қайнағаннан кейін астын баяу отқа қоямыз. Тефтелейімізді жарты сағаттай пісіріп аламыз сорпамызды. Мінекей біздің тефтелейіміз әдемі болып шықты. Біздің тефтели өте дәмді болып шықты. Осылай өз отбасыңызға ұсынсаңыздар болады. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын қуырдақтың дайындалу жолымен бөлісемін. Негізінен қуырдақта жаңа сойылған малдың балғын етінен дайындайды. Сіздер өз қалауларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Мен сиырдың балғын етімен бірге өкпе, бауыр, жүрек және құйрық май қосып жасап көрсетемін. Кез келген тағамға ерекше дәм беретін құйрық май болғандықтан құйрық майды бірінші осылай турап алдым. Және қара кесек еттерінен де қосып ұсақтап тураймын. Негізі қуырдақта малдың іш майынан да қуырсаңыздар болады. Бірақ мен бірінші қазанға сұйық май құйып, одан кейін құйрық майды жақсылап қуырып қызарғанша кішкене майы шығыртып аламыз. Одан кейін барып етті салып қуырамыз. Етті салғаннан кейін жүректі де бірге салып 15 минуттай қуырып аламыз. Етіміз жақсылап қуырылып жатқан кезде үстінен дәміне қарай тұз саламыз.
жақсылап араластырып, тағы да бұқтырамыз. Етіміз қуырыла бергенше біз деген бөтегеміз бен бауырымызды турап шығамыз. Видеода көрсетілгенде жасасаңыздар, сіздердің қуырдақтарыңыз тура ресторандағыдай болып шығады. Өте дәмді әрі сулы болып, міндетті түрде өз отбасыңызға жасап көруге кеңес беремін. Бөтегемізді турап болғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Енді бауырымызды тураймыз. Видеода көрсетілгенде ұсақтап турап шықсаңыздар болады. 15 минут өткеннен кейін қазанымызды қақпағын ашып, өкпемізді қазанымызға саламыз. Оның үстіне 200 граммдай су құйып, тағы да 1,5 сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Етіміз жұмсарып піскеннен кейін үстіне туралған бөтегемізді саламыз. Тағы да араластырып, бетін жауып қоямыз. Бөтегеміз кішкене пісіріңкірегеннен кейін бауырымызды саламыз. Бәрі піскеннен кейін. Біздің етіміз жақсылап әдемі болып қуырылуы керек. Мен газдың астын орташа қылып қойдым. Етіміз жұмсақ, балғын болып пісу үшін. Етіміз пісеміз дегенше, біз картошкамызды турап дайындап алдық. Енді бетіне қарынды салдым. Қарынды мен алдын ала пісіріп алдым, дайындап. Картопымызды біз етіміз әбден бәрі пісуіне жақындағанда ғана саламыз. Картопымызды бәрін салып, енді бетіне дәміне қарай тұз саламыз. Тұзды көз мөлшерімен салсаңыздар болады. Мен тұзды 2-3 қасықтай салдым. Дәмді болу үшін. Тұзды салғаннан кейін араластырып, бәрін қасықпен араластырып шығамыз. Араластырғаннан кейін мен қайнап тұрған 200 граммдай суды үстіне құйдым. Үстіне су құйып болғаннан кейін бетін жауып, тағы да жарты сағатқа қалдырып қойдым. Қуырдағымыз дайын болғаннан кейін ыдысымызға салып, ыстықтай дастарханға ұсына берсек болады. Біздің қуырдағымыз 2 сағат ішінде жұмсарып, осындай әдемі болып пісіп шықты. Мінекей достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай өте керемет жұмсақ болып шықты. Сіздер де осылай жасасаңыздар, сіздердің де қуырдақтарыңыз осылай дәмді болып шығады. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі таңда хит болып жатқан маковый пирогтың жасау жолын көрсетемін. Осы пирогтың дәмі өте дәмді болып шығады. Қонақтарыңызды осы пирогпен таңғалдырыңыздар. Ендеше ең алдымен қамырымызды жасаймыз. Жұмыртқаның сарысына қантымызды салып, жұмсақ сармайымызды салып, жақсылап араластырып, одан кейін миксермен 2-3 минуттай аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Одан кейін енді құрақ өнімдерімізді саламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Өлшеп. Ұнға разрыхлитель қосып, массамызға саламыз. Дайындап қойған магымызды саламыз. Одан кейін қалған ұнымызды қосып араластырамыз. Енді қолымызбен илеп, жұмсақ осындай қамыр жасап аламыз. Дастарханның үстіне пергамент қағазын төсеп, қамырымызды оқтаумен илеп аламыз. Одан кейін шанышқымен тесіп шығамыз. Одан кейін меренгамызды жасаймыз. Ақуызымыздың үстіне шым-шым тұз салып, көпіре бастағанша миксерлейміз. Көпіре бастағаннан кейін барып үстінен қантымызды осылай жай-жайдан салып шығамыз. Барлық қантымызды араластырып болғаннан кейін 4-5 минуттай жақсылап миксерлейміз.
Енді үстіне кукурузный крахмалымызды салып, жаңғағымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған меренгамызды қамырымыздың үстіне біркелкетіп жайып шығамыз. Жан-жағына жағып, әдемі етіп жаямыз. Қызып тұрған пешімізде 150-160 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей осылай дайын болады. Дайын болғаннан кейін барып толықтай суытып аламыз. Толық суығаннан кейін барып теңдей етіп ортасынан екіге бөліп, енді пирогымызды жинаймыз. Мен алдын ала крем дайындап қойдым. Описание бойынша мен ингредиенттерін астына жазып қалдырамын. Творожный сырға сахарная пудра салып, миксерлеп аламыз. Одан кейін салқындаған сливкемізді үстіне құйып, жақсылап миксерлейміз. Дайын болған кремімізді пирогымыздың үстіне жайып, енді қалған жарты бөлік пирогымызды үстінен қойып, жан-жағын туралап шығамыз. Артық жерлерін алып тастаймыз. Пирогымыз өте әдемі көріну үшін. Енді дайын болған кремімізді бетіне әсемдеп шығамыз. Дайын болған пирогымызды холодильникке 4-5 сағатқа қойып қоямыз, немесе бір күнге қойсаңызда да жақсы болып шығады. Құрметті көрермендер, қазақ тілді каналдың дамуына азда болсын өз үлестеріңізді қосып, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта бұдан да басқа керемет рецептермен бөлісемін. Каналға жазылмаған болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге борщтың рецептісімен бөліскім келеді. Ғаламторда бұл сорпаның сан түрлі жаңағы рецептілері бар, бірақ менің рецептім өте дәмді болып шығатынына кепілдік бере аламын. Өте сүйіп, отбасым жақсы көріп ішеді бұл сорпаны. Сіздерге де осы рецептіні ұсынамын. Ең алдымен қазанға салқын су құямыз. Етті салып орташа отта қайнағанын күтеміз. Бір қайнағаннан кейін дәміне қарай тұз саламыз. Қақпағын жауып, тағы да шамамен қайнатып аламыз. Қақпағын ашып, сорпамыз бір қайнағаннан кейін бетіндегі көпіршіктерін сүзгімен сүзіп аламыз. Артық көпіршіктері болмауы тиіс. Енді қақпағын жауып, шамамен 2 сағаттай қайнатамыз. Етіміз піскенше борщтың салмасын дайындаймыз. Яғни сорпаға салатын заттарымызды дайындаймыз. Қырыққабатты осылай видеода көрсетілгендей ұсақ қылып турап шығамыз. Әдемілеп, жіңішкелеп тураймыз. Қырыққабатымыз молырақ болса, сорпамыздың да дәмі өте керемет болады. Мен сорпаға 5-6 картошкадай қостым. Енді картошкамызды көбіктеп турап шығамыз. Турағаннан кейін ыдысымызға су құйып, картопымызды саламыз. Пиязымызды да дөңгелектеп сақиналап шығамыз турап. Күнделікті тамаққа тұрғандай. Енді ыдысымызға салып, сәбізімізді үкіштен өткіземіз. Мен үкіштен өткізген себебім сорпамыз әдемі көрінетін болады, және дәмі де жақсы болады. Жақсы шығады. Және сәбізіміздің қалған бөлігінде үкіштен өткізіп аламыз. Енді борщтың салмасын, яғни пиязымызды қуырамыз. Табамыз қуырғаннан кейін сұйық май қойып, пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Және үстінен үкіштен өткізген сәбізімізді салып, тұз бен бұрышымызды саламыз дәміне қарай. Және 20 минуттай араластырып, 20 минуттай бұқтырып қоямыз. Одан кейін біз 2 ас қасық томат пастасын қосамыз. Қалауынша қоссаңыздар болады. Және араластырып,
қызарғанша және қақпағын жауып бұқтырамыз. Етіміз піскеннен кейін қырыққабатымызды сорпаға саламыз. Қырыққабатымызды араластырып қасықпен бір қайнатып аламыз. Қырыққабатымыз қайнағаннан кейін картошкамызды салып шығамыз. Енді табада қуырылған пиязымыз бен сәбізімізді сорпамызға саламыз. Барлығын араластырып, шамамен 20 минуттай қайнатамыз. Біздің картошкамыз, қырыққабатымыз піскеннен кейін үстіне аскөбімізді себеміз. Біздің сорпамыздың дәмі өте керемет болып шығады. Иісі де, дәмі де міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Және піскен етімізді ұсақтап турап сорпамызға салып шығамыз. Біздің сорпамыз дайын болды. Мінекей, ас болсын. Сәлем достар, бүгін біз шоколадный сметаник дайындайтын боламыз. Ең алдымен бөлме температурасында сырмайымызға қантты қосып араластырып аламыз. Енді жұмыртқамызды салып араластырып аламыз тағы да. Ұнымызға қантты қосып араластырып аламыз. Енді елікпен өткізіп жұмсақ қамыр жасап аламыз. Мінекей достар, қамырымыз дайын, жұмсақ болып шықты қамыры. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Шоколадымызды салып аламыз. Шоколадымызды салып араластырып аламыз венчикпен. Шоколадымызды микроволновкада сырмаймен ерітіп аласыз. Қамырымызды формаға салып, жан-жағын бәрін түйіп, ішіне салып алдық. Енді начинкасын саламыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасау жолы өте оңай. Міне пирогымыз дайын болды. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер, ас болсын. Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге сүзбеден жасалатын баишны рецептісін ұсынамын. Ең алдымен ұн мен салқын сарымайды үгітіп, песочный тесто жасаймыз. Осылай видеода көрсетілгендей бәрін үгітіп шығамыз. Қамырымыздың үстіне бір шай қасық қопсықышты салып, одан кейін қантымызды, қаймағымызды салып, жақсылап араластырып шығамыз. Одан кейін жұмыртқаның сарысын салып, қолымыздың ұшымен араластырып шығамыз. Бізде жұмсақ қамыр шығу керек, песочный тесто жасаймыз. Осылай бәрін араластырып шығамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді творожный массамызды жасаймыз. Бізге творожный массамызға қант және жұмыртқаның ағын саламыз.
Tvorожный nachinkamiz o'ta damda bo'lib chiqadi. Aralashtirib, qashiq bilan aralashtirib chiqamiz. Endi qamirimizni, tayyor bo'lgan qamirimizni formaga keltirib olamiz. Tvorожный massamizda qamirimizni ustiga solib, qashiq bilan barlig'ini solib chiqamiz. Qashiq bilan jayib chiqamiz. Endi qamirimizni qolgan bo'ligidan osnay kesib, bo'laklarga bo'lib, to'rtko'z rasab chiqamiz. Yumurtqani sarsin oslar kesishki bilan jayib chiqamiz betni. Pirogimiz o'ta damda shirin uchun qizarib. Pirogimizda qizib turgan pechda 180 gradusda 30-35 minut pishirib olamiz. Pirogimiz o'ta damda chiqadi. Bunga turcha rasab ko'ringizlar. Astarimiz damda bo'lsin. Pirogimiz shunday damda chiqadi. Ma'jani men basma o'ta qattiq unadi. Videoni sonuna дейін qarab, like bosib, mening kanalimga tirkilib ketuvdan unutmangizlar. Xo'sh sog' bo'lingizlar. Salom do'stlar, bugun biz lagmandayin deydigan bo'lamiz. Etini to'g'rab oldik. Tavamizga solib, endi tuzini solamiz. Tuzini solib, aralashtirib pishirib olamiz.
Сәлем достар, бүгін біз котлеттен ерекше дәмді тағам жасайтын боламыз. Міндетті түрде менің арнама лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тартылған етімізге жұмыртқамызды салып, дәміне қарай біз тұз, бұрыш және қызыл бұрышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қолымыздың ұшымен фаршымызды араластырып, жақсылап бір-бірінен араластырып шығамыз. Фаршымыздың тұзы, бұрышы, дәмі бәрі араласып, бір-біріне дәмі бәрі жақсы болып шығу үшін осылай араластырамыз қолымызбен. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Осы видеода көрсетілгендей. Қолымызбен осылай араластырып, енді фаршымызды осылай ыдысымызға қолымызбен осылай соғып шығамыз. Котлетіміз бір-бірімізге бірігіп, жақсы шығу үшін. Енді дайын болған фаршымызды осылай қолымызбен домалақтап, осылай формаға келтіреміз. Және өз қалауыңызша әртүрлі формаға келтіріп жасауыңызға болады. Маған осы формада өзіме қолайлы болғасын, осылай дөңгелектеп бәрін ыдысымызға салып шығамыз. Фаршымызды бәрін домалақтап, ыдысымызға салып шықты. Енді қазір начинкасын дайындайтын боламыз. Алдымен жуамызды турап аламыз. Осылай жуамызды әдемілеп, екі бөлікке бөліп, турап шығамыз. Бізге начинкасына жуа, сәбіз және перецті салып қуырып аламыз. Әркім өз қалауынша начинкасын жасауына болады. Және сәбізімізді осылай домалақтап турап шығамыз. Сәбізімізді турап, ортасынан екі бөлікке бөліп шықтым. Барлығын осылай бөліктерге бөліп, көбіктеп турап шығамыз. Перец қостым. Котлетімізбен, картошкамызбен бірге қуырғанда дәмі шығу үшін. Осылай бәрін турап шықтық. Енді картошкамызды тураймыз. Картошкамызды жуып, қабығын ашып, енді ортасынан бөліп, бөліктерге бөліп шығамыз. Маған осылай қолайлы болды. Ортасынан бөліп, тағы да бөліктерге бөліп шыққан. Піскенде өте дәмді болып шығады. Картошкамыз да турап болды. Енді ыдысымызға салып шығамыз. Дайын болған тураған жуамызды қызып тұрған табаға май құйып, қызарғанша қуырып аламыз. Жуамыз қызарып, уже піскеннен кейін сәбізімізді салып араластырып аламыз. Перецімізді де саламыз бәрін. Енді бәрін араластырып шығамыз.
бұқтырып қоямыз енді. Мінекей біздің картошкамызды енді салатын уақытымыз болды. Бана жуамызға томатный пастамызды 2 ас қасық томатный пастамызды салып араластырып шығамыз. Үстіне бана тураған картошкамызды жуғаннан кейін салып шығамыз әдемілеп. Дәміне қарай тұз, бәрін салып шығамыз. Тұзымызды, бұрышымызды бәрін салып шығамыз. Котлетімізді осылай жан-жағына салып, бәрін салып шығамыз картошкамыздың үстіне. Бұқтырып алғаннан кейін қайнап тұрған суымызды үстіне құямыз. Сонда бана біздің томатный пастамен араласқан жуамызбен бәрі күшті болып шығады. Дәміне қарай тұз, бұрышымызды бәрін салып шығамыз. Мінекей біздің тамағымыз 30-35 минутта дайын болды. Картошкамыз. Тамағымыз өте дәмді болып шықты. Енді ыдысымызға салып шығамыз. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Бір жасағаннан осылай дәмді болып шығады. Әркім өз қалауынша жасай алады. Міндетті түрде лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға, тарелкамызға бәрін осылай әдемілеп салып шығамыз. Отбасыларыңызға осылай ұсынсаңыздар болады. Мінекей біздің асымыз дайын болды. Мінекей достар, картошкамыз жұмсақ болып пісті. Маған өте қатты ұнады және менің отбасыма. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бір жасағаннан шығатын өте дәмді сырты қытырлақ, іші сочный, яғни сулы болып шығатын керемет чебуректер дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз қамырын елеуді бастаймыз. Ол үшін бізге 350 грамм ұн және де 350 жартысы 175 мг ыстық қайнап тұрған су қажет болады. Оған жарты шай қасық тұзымызды алып ергенше араластырып, ұнымыздың үстіне құямыз. Және 20 грамм сұйық май қажет болады. Шамамен 2-3 қасықтай болады енді. Барлығын араластырып аламыз. Қолымыз күйіп қалмасы үшін қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен жақсылап араластырып, қамырымызды елеуді бастаймыз. Қамырымызда ешқандай іріктік немесе жергіште қалмайтындай жақсылап елеп аламыз. Мінекей осындай орташа тығыздықта қамыр еленіп шықты. Енді осында пакетке салып 20 минутқа демалдырып, яғни тындырып қоямыз. Оған дейін біз чебурекейдің салмасын дайындаймыз. Менде бұл жерде 300 граммдай сиырдың тартылған еті. Осыған біз орташа көлемдегі 2 пиязды блендермен өткізіп қосатын боламыз. Негізі блендер болған өте жақсы болады. Негізі блендер болса, блендерден өткізгендеріңіз дұрыс. Өйткені пияздың суы өте жақсы шығады. Ал егер блендер болмаса, пиязды өте ұсақ етіп суы шығатындай дәрежеде ұсақтап турап қоссаңыздар болады. Мінекей осылайша пиязымызды блендерден өткізіп езіп алдық. Ал енді осы пиязды жаңағы тартылған еттің үстіне саламыз. Және де дәміне қарай 2 шай қасық тұз саламыз және кішкене қара бұрыштан да қосып жақсылап араластырып аламыз. Сондай-ақ біздің чебурекейіміз сулы, яғни сочный болып шығу үшін осы начинкамызға 30 мг су құямыз. Суды міндетті түрде құйыңыздар, сол кезде начинкамыз құрғақ болып қалмайды. Өздеріңіз де байқап тұрғандарыңыздай біздің начинкамыз кішкене сулы каша сияқты болып шығады. Енді біз 20 минут уақыт бойы тұрған қамырымызды алып жұмыс жасауды бастаймыз. Бірінші
бірінші қолымызбен басып жақсылап елеп аламыз. Одан кейін кесуге ыңғайлы болу үшін сопақша формаға келтіріп аламыз. Яғни колбаска жасап аламыз. Одан кейін өзімізге ыңғайлы көлемде қамыр кесіп аламыз. Таразының көмегімен кессеңіздер болады. Мен қамырларды 50 граммнан бөліп өлшеп алып, бірнеше бөліктерге бөліп шықтым. Таразымен өлшемей-ақ көз мөлшерімен кесіп бөліп алсаңыздар да болады. Енді осы қамырымызды дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Және де шет-шетінен ала отырып, қамырымызды жаюды бастаймыз. Қамырымызға кішкене ұн себелеп жайып аламыз. Осылайша біз қамырымызды дөңгелетіп, кішкене жұқалай өтіп жайып алдық. Үстінен енді ет салмамызды саламыз. Ортасы дұрыс пісу үшін міндетті түрде қасықпен шайып, кішкене жұқалай өтіп төсеп шығамыз. Шүберекемізді түйеміз, шеттерін кішкене басып, жақсылап бекітіп аламыз. Одан кейін осындай тарелканың көмегімен дөңгелетіп шығамыз. Сіздерде арнайы роллер болатын болса, сонымен кессеңіздер болады. Немесе бұндай құрылғы болмаса, шаншқының көмегімен басып қойсаңыздар болады. Мінекей осылайша шүберекейді әдемілеп түйіп дайындап алдық. Қамырын дәл осылай алдын ала жайып алсаңыздар болады. Бірақ жабысып қалмайтынына көз жеткізіңіздер. Сіздерге түсініктірек болу үшін тағы да бір рет түйілуін көрсетейін. Етті міндетті түрде жұқалап жайып шығыңыздар. Сондай-ақ шет-шеттерін жақсылап бекітіп алыңыздар. Ал енді уақыт аралығында біздің шүберекейді қуыратын майымыз міндетті түрде қызып дайын болып тұру керек. Мен орташа сәл төмен отта жақсылап қыздырып алдым. Және де шүберектерімізді салып екі беті қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Құрметті көрермендер, Қазақ тіл каналының дамуына астан болсын өз үлестеріңізді қосып, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналға жазылмаған болсаңыз, төмендегі батырманы басып, тіркеліп алыңыздар. Шүберектеріңізді майға салғаннан кейін міндетті түрде осылай тез-тез қасықтың көмегімен үстерінен май құйып тұрыңыздар. Сол кезде шүберектеріңіз жақсы көтерілетін болады. Ал енді бір беті қызарып піскеннен кейін келесі бетінде аударып, келесі бетінде жақсылап қуырып аламыз. Міндетті түрде орташа одан төмен отта пісіріңіздер. Сол кезде ортасы да жақсы пісетін болады. Ал егер осылай шүберектерімізді екі жағынан қуырып аламыз. Шүберекемізді екі бетінен жақсылап қуырып алдық. Осылай көтеріліп әдемі болып пісіп шығады. Дәмінде сөз жоқ, керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Сәлем достар, бүгін біз бауырсақпен шебек пісіретін боламыз. Менің YouTube каналымда рецепт толықтай жазылған. Описание бөлімінде кіріп қарап өтсеңіз болады. Осылай мен рецепт жасап көріңіздер. Бауырсақтарымыз өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Алдымен жылы сүт, шекерімізді және дрожжымызды салып араластырып, 10 минутқа апамызды көтеруге алып қоямыз. Мінекей апамыз көтеруге сармамызды бір қасық майонезімізді салып араластырып қана үйретін боламыз. Міне қамырымызды осылай басылды. Осындай қамыр шықты.
енді 30 минутқа көтеруге алып қоямыз қанымызды. Осылай көшіне білек болып жұмсақ болып шығу керек. Сосын бетін жауып қоямыз 30 минутқа алып. Қанымыз осылай көтерілді. Енді қанымызды екіге бөліп жайып аламыз. Көшіне болып шығады, жұмсақ болып. Екі бөлікке бөліп, жұмсақ қанды шықты, енді бауырсақ және шебектен қоймаймыз. Міне қараңыздар, бауырсағымыз үлпілдеп жұмсақ болып шықты. Менің видеомды соңына дейін қарап, осылай жасап көріңіздер. Бауырсақтарымыз дәмді және өте нәзік жұмсақ болып шығатын болады.